Міне зонтпен кедергі келтіріп жатыр. Зонтпен кедергі келтіріп жатыр. Сіз менің операторыма кедергі келтіріп тұрсыз. Полиция өкілдері міне бізге кедергі келтіріп жатыр. Штатив, мына кісі міне штативті сындырды. Полицейский, қайда полицейский? Міне қараңыз, мына кісі штативті сындырды біздің полиция мырза. Мына кісі, полиция мырза, мына кісі штативін сындырды біздің. Полиция мырза, міне мына кісі біздің штативін сындырды. Полиция мырза. Мне зонтпен ұстап жүр, бұл кісілер штативін да. Дорога, отойдите, пожалуйста, это не безопасно. Дорога, мына кісілер. Полиция мырза. Мына кісі біздің. Қарасаңызшы, мына кісі. Міне мына жақта тағы азаматтар. Полиция мырза, міне қараңыз, бізге кедергі келтіріп жатыр. Полиция мырза. Міне азаматтарды ұстап бара жатыр. Полиция мырза, көріп тұрсыз ғой, міне тиісіп жатқан бізге. Зонт ұстаған азаматтар, қолдарына қол шатыр ұстаған азаматтар міне тиісіп жатыр, қайта бізге. Полиция ешқандай әрекет етпей тұр. Бетперде киген азаматтар міне. Міне бірнеше адамды міне полиция. Ішінде мына полицияның арнайы жасағының киім киген әйел азаматтар ұстап жатыр. Көзіме тықтыңыз ғой. Азаматтардың қолын қайырып алып бара жатыр. Біреуінің суы түсіп қалды. Ар жаққа, ар жаққа. Полицияның арнайы жасағының киімін киген әйел азаматтарды халықты ұстауға көмектесіп жатыр. Полиция басқармасының басшысының орынбасары Бақытжан Малыбаевқа бірнеше рет айттық, оның өзі ешқандай. Міне мына кісінің міне боғол сөз айтып боқтап тұр. Полиция мырза. Міне Бақытжан Малыбаевтың қасында жүр, мына қол шатыр ұстаған азаматтар, бірақ соң Бақытжан мырза, бізге кедергі келтіріп жатыр. Господин Малаев, ваши сотрудники? Быстро. Забираем. Ваши сотрудники, господин Малаев? Смотрите, по камере бьет. Господин Малаев, ответьте на вопрос. О, нифига он его поднял. Үлкен кісін көтеріп алған ол кісін. Жағдай нашар сияқты. Мына жақта біреудің заты түсіп қалды. Тағы біреулер ұстап бара жатыр. Біз Астанадамыз. Полиция өкілдері ұстап жатқан азамат өзінің бала шағасымен жүргенін айтып жатыр, бірақ оны полиция өкілдері тыңдап жатқан жоқ. Міне мына жақта. Мына кісіге жайды айтып көріп жатырмыз, бірақ бұл кісі ешқандай әрекет етпейді. Міне қолдан полиция өкілдерінің бірі міне арнайы жасақ бұл кісінің қолынан түсіп кеткен қол шатырын қайтадан алып берді. Мына жақта міне тағы кетіп көтеріп алып бара жатыр мына жақта. Ойлаңыз. Сіз кедергі келтіріп жатсыз. Ана жақта жолға жатып алған.
Полицейского сбили. Мына ұстап полиция ұстап жатқан азаматтың көлігі мынау, шамасы ол полиция өкілі көліктен соғып кеткен сияқты. Мына жақта көлік көп. Ол кісінің көлігін полиция алып кетті міне. Қол шатыр ұстаған азаматтар бізге әлі де кедергі келтіріп жалғастыруда. Біз оларға мүмкіндігінше түсіндіріп айтып жатырмыз. Біз өзіміздің жұмысымызды істеп жүргенімізді жаңа ғана полиция басқармасының басшысының орынбасары Бақытжан Малбаев мырзаға оның бізге мына кісілердің кедергі келтіріп жатқанын айтқан болатынбыз. Бірақ ол кісі ешқандай әрекет қолданбады. Міне жаңа ғана бетперде киіп жүрген азамат өзінің бетпердесін шешті. Қол шатырмен, бірақ бетін көлегейлеп тұр. Міне Бақытжан Малбаев мырза келе жатыр. Кто не подчиняется, все забирает. Бағынбаған азаматтардың бәрін алып кетуді бұйырып жатыр өз қызметкерлері. Заберите его. Сотрудники, отрегулируйте. Мешает. Полиция ханым, міне көріп тұрсыз ба? Кедергі келтіріп жатыр міне бізге. Полиция ханым. Вы в правопорядке, нет? Правопорядок соблюдаете или нет? Полиция мырза, міне кедергі Неадекватные люди мешают работе. Не ко мне вопрос. А кому? Сіз полиция қызметкерісіз ғой. Не ко мне вопрос. Вы сейчас не при исполнении? Полиция мырза. Мына кісі бізге кедергі келтіріп жатыр. Господин Малбаев, Полиция мырза, міне бізге кедергі келтіріп жатыр. Көріп тұрсыз ғой өзіңіз, полиция Да мырза. я откуда знаю, кто они? Это ваши? заберите, заберите. Это же ваши люди, специально. Ага, наши? Полиция мырза. Заберите их. Біздің техникамызды бұл кісілер сындырды жаңағы, штативіміз сындырды. Енді онымен қоймай, міне тағы полиция мырза, міне мына кісі бізге кедергі келтіріп жатыр, алып кетіңіз. Жоқ, олар. За что задержали? За что задержали? Мына қара киген кісілер, мына кісінің қол шатыры сынып қалды жаңа. Міне мына кісі бізге кедергі келтіріп, біздің штативіміз сындырды. Және камераның светін қолымен қағып жіберіп түсіріп тастады жарығын. Давай. Заберите, мы ребенка забрали. Ну, заберите. Давайте, поехали. Забирайте. Сіздің балаңыз не үшін ұстап кетті? Ну, мы гуляли на день города и забрали ребенка. Балаңыз кәмелет жасына толған ба? Жоқ, толмаған. Кішкентай бала ма? Жоқ, он бесте. Сіз енді қазір сол полиция бөліміне бара жатсыз. Я не знаю, буду искать. Міне мына кісі көшеге қыдырып шыққанда полиция оның 15 жастағы баласын алып кеткенін айтты. Міне ішінде қамалғандар бар. Сіздер не үшін ұстады? Не үшін ұстады? Просто так взяли. Я мимо проходил. Не себепті екенін полиция көлік қозғалысын тоқтатты. Шамасы міне бірнеше микроавтобус полицияның соларға жол ашып жатқан секілді. Біз қазір Астанадағы Республика даңғылы бойында тұрмыз. Бұған дейін Қазақстанда тыйым салған Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы ұйымының жетекшісі Мұхтар Аблязов халықты наразылық танытуға дәл осы күні осы Есіл сауда үйінің алдына жиналуға шақырған.
міне жаңа ғана баласын алып кетті деген ана, қала тұрғыны 15 жастағы қызын алып кеткенін міне полицияға айтып жатыр. Ар жақта, міне мына жақта тағы бір қозғалыс болып жатыр. Не қозғалыс екенін? Че толкаешься? Знать ничего. Бетперде киген міне азаматтар бізге тағы кедергі келтіріп жатыр. Олар бейәдеп сөздер айтып, біздің телеоператорымызға кедергі келтіріп жатыр. Ар жақта полицияның қара киім киген және ала түсті киім киген арнайы жасақ өкілдері әлдекімдерді ұстады жаңа ғана. Мына кісілер бізге оны түсіруге мұрсат бермеді. Айта кетейік, мұна дәл осы республика даңғылының Самал ықшам ауданы жанындағы үйлердің аулаларында полиция өкілдерінің көліктері, полицияның арнайы жасақ өкілдері көптеп тұр. Міне жаңа ғана 15 жастағы кәмелет жасына толмаған баласын, қыз баланы алып кетті деген қала тұрғыны өзінің полицияға шағымын айтып жатыр. Не деді, кешіріңіз, полиция не деді? Іздеп, тауып береміз деді, бірақ та білмеймін. Бірге келе жатыр ма едіңіздер? Міне, мына жақта оң жағымызда тағы бір кісіні алып келе жатыр. Почему отпустили? Можно вопрос? Почему их отпустили? Полиция мырза, міне бізге кедергі келтіріп жатыр. Полиция мырза. Полицияға айтқанымен олардың ешқайсысы бізге кедергі келтіріп жатқан, заң бұзып жатқан азаматтарға ешқандай әрекет жасап тұрған жоқ. Міне біздің қасымызда, жанымызда жүр олар. Полиция мырза, бізге кедергі келтіріп жатыр. Нет, қайдан кеттің кедергі? Біз сізге көрсетеміз. Біз сізге көрсетеміз. Алло. Өзіңіз көрдіңіз, қасыңызда, жаңа ғана оны қолшатары сіздің үстіңізге кіріп кетті. Алло. Жоқ, міне, полиция басқармасының басшысының орынбасары Бақытжан Малыбаев бізге кедергі келтіріп жатқан азаматтарға ешқандай әрекет етпей, оларды танымайтын, білмейтін айтып, ары қарай тағы бір мәрте кетіп қалды. Полицияның арнайы жасағы бұған дейін ала киімдер киіп жүрген болса, міне енді қазір қара киімді де полицияның арнайы жасақ өкілдері жүр. Сонымен қатар бұған дейін біз байқаған жоқпыз. Міне ала киімдегі әйел адамдар да жүр, полицияның арнайы жасағы. Алло. Алло. Алматыға жақсы. Нұргүл ғой. Жақсы. Жақсы. Армысыздар, Азаттық тікелей эфирде. Біз қазір Астанадағы Республика даңғылының бойында тұрмыз. Бұл жерде, мына жердегі Есіл сауда үйінің маңына сағат 19:00-де Қазақстанда заңмен тыйым салынған экстремистік ұйым деп танылған Қазақстанның демократиялық таңдауы ұйымының жетекшісі Мұхтар Әблязов халықты дәл осы жерге наразылық танытуға шақырған болатын. Сағат 7 болмай мына жерге полиция келіп, полицияның арнайы жасақ өкілдері
көшенің екі жағын қоршап алды. Одан кейін мына жерде өткен адамдардың кейбірін автобустарға тиеп салып алып кетіп жатты. Сонымен бірге мына жерде біздің оң жағымызда қара киінген беттерін бетпердемен жапқан азаматтар бізге кедергі келтіріп, мына жақта тұрған штативімізді сындырды. Қолымызда тұрған камерамыздың жарығын қолмен қағып жіберіп түсіріп тастады. Бірақ біз полиция өкілдеріне бұл заңсыздық жайында айтқанмен, олардың ешқайсысы бұл заңсыздықтың алдын алмады, кедергі келтірмеді. Міне тағы азаматтарды алып бара жатыр. Бірнеше автобус тұр полицияның. Енді кезекті әріптесім Нұргүл, өзіңізде кезек. Біз әзірге осындамыз. Рахмет, сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Дәл қазір сіздер Азат Ньюстың Алматы студиясынан шұғыл шығарылымын көріп отырсыздар. Бүгін Қазақстанда экстремистік деп танылып, қызметіне тыйым салынған Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы қазақстандықтарды бостандық деп аталатын шеруге шақырған. Бұл сәтті Азаттық тікелей эфирде назарларыңызға ұсынуға тырысады. Жаңа ғана әріптесіміз Өркен Жоямергеннің Нұр-Сұлтандағы митинг кезіндегі репортажының тікелей эфирін көрдіңіздер. Ал енді қазір мүмкін болса Алматыда жүрген әріптесім Асылхан Мамашұлымен тікелей байланысып көрсек. Жағдай. Сіздер оқиға орнында тұрсыздар ғой? Біз Нұргүл қазір Алматыдағы Балуан Шолақ атындағы спорт кешенінің алдында тұрмыз. Осы жерде полицияда жалпы осы митингке шеруге шыққан адамдардың да өздері осы жерге жиналып жатыр. Бағанадан бері шамамен бір 30-дан астам адам ұстап кеткен болу керек қазір. Дәл қазір көріп тұрғандар сонда кезекті ұстаулардың бірі. Осылайша шамамен бір жарты сағаттан астам 40 минуттай уақыт болды ғой деймін. Шамамен сондай уақытта бір 30-дан астам адам ұстап кетті осы жерде. Айта кетейік, бұл жерде адамдар арнайы бір жерге шоғырланған жері өте аз. Осы Балуан Шолақ сарайының алдында әр жерге бір 2-3-ден топталып жинала бастағанда бірден ұстап әкетіп жатыр. Ешқайсының басын қосып жатқан жоқ. Міне қазір көріп тұрсыздар, тағы да тақия киген үлкен кісіні әкетіп бара жатыр. Міне қазір автозакқа салады, қана жерде көрініп тұр. Үлкен кісі сияқты. Бұл қазір аздап саябырлаған кезде. Бағана осыда шамамен бір 15 минуттай бұрын өте қатты осы жерде ұстаулар көп болды. Бір шамамен 20-30 адам сол бір мезгілде ұстаған сияқты көрінді. Мына жерде СОБР, құқық қорғау органдарының қызметкерлері, сосын ұлттық ұланның сарбаздары жүргенін біз бағана көрдік. Осы қазір тұрған жеріміз Абай мен Байтұрсынұлы көшелердің қиылысы. Сосын мына жақта орталық стадион. Жалпы осы бүгінгі жиынды сол стадионның маңайында өтеді деп алдында ақпарат тараған ғой. Адамдардың бәрі осы араға келеді деп күткен. Біз келген кезде полиция қызметкерлері мен журналистер өте көп болды, бірақ арнайы шерулетіп келген адамдар болған жоқ. Бірақ біртіндеп осы жерге қыдырып жүрген адамдар, мысалға қазір мына балалы әйел кетіп бара жатыр коляскамен, бағана осы жерде ол кісіде алып кетіп бара жатқан адамдарды босатыңдар деп айқайлады, бірақ енді бұл кісіге тиіскен жоқ. Бірақ дәл осындай стадионның алдындағы тротуармен жүрген қарапайым адамдар байқалады. Үлкен ересек кісілер көпшілігі, полиция қызметкерлері олар тоқтатып көрді. Жаңағыдай не себептен бұл жерде тұрсыздар дегенге таза жүріп жүрміз деп жауап берді. Мына жерде жаңа көрсеткен оператор көрсетті, мына біреудің аяқ киім алып кетті. Мен жалпы митингге, жиынға деп арнайы келген ешкім болған жоқ. Былай қараған кезде сырт қараған. Міне қазір көрсетуге болады. Мысалға, мына жерде қарапайым адамдар тұр. Олар ешқандай қимылы жоқ. Анда-санда арасында бір екеу сөйлейді. Міне қазір ұстауға кетеді.
Бәрі біреуін алып кетті, жаңағы 70-ке келген анамын деп тұрған кісіні, бірақ қалдырды осы жолы. Бірақ жанында тұрған адамды алып кетті. Тағы да айта кетейін, мына жерде автозакта тұр, арнайы полиция қызметкерлері машиналар. Осындай машиналардың бірнешеуі бағанан бері осылай толтыруға кетті. Мына жағы стадионы маңайында, мына жағы Байтұрсынов көшесіне дейінгі аралықта полиция, журналистер, сосын қарапайым адамдар. Бір нәрсені күтіп жүрген адамдар барлығы, бірақ нақты шоғырланған, айғай салып талап қойған, ондай адамдар жоқ әзірге. Тек анда-санда айғайлаған адамдарды сөзге келтірмей, бірден барып қолтықтап алып кетіп жатыр. Мына жерде құқық қорғау органдарының қызметкерлері біз жаңа көрдік, осы Алматы қалалық ішкі істер департаментінің басшысы осы жерде жүргенін көрдік, өзі нұсқау беріп, кімді ұстау керек екенін, қалай ұстау керек екенін деген сияқты жалпы басшылық жасап жүр осы жерде барлық полиция қызметкерлерінің әрекетіне. Мына кісі қазір құқық қорғау органдары рұқсат берді, соған қарағанда прокуратура екен. На данной территории проходит несанкционированный митинг. Прошу покинуть данную территорию. В случае, кто не покинет эту территорию, будут приниматься меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Міне бұл ескерту, бас прокуратураның ескертуі. Өткен жолын шілденің 6 күні осындай митинг болатыны ұйымдастырылатын жөнінде және халықты заңсыз шеруге шақырып жатқан жөнінде арандатуға еріп қалмауға шақырған бас прокуратура. Сол мәлімдемені осы жерде тағы да қайталап, жаңа прокуратураның өкілі болу керек, біз нақты аты жөнін сұрап көрген жоқпыз. Оқып айтып берді, яғни осы жерде жүргендердің бәріне жасалған ескерту. Бұл жерде жүруге де, былайша айтқанда, мүмкіндік болса кетіп қалуға шақырып тұр. Бұндай ескерту бұрынғы митингілерде де болған осылай. Алдын ала осындай митинг болады деген хабар тараған кезде прокуратурада міндетті түрде осындай хабар тарататын. Біз қазір оң жаққа қарап тұрғанда, сол жағымызда қарап тұрғанда, оң жағымызда әйтеу әр жерден ұстап әкетіп жатыр. Мынау қазір СОБРдың қызметкерлері болу керек. Міне болса СОБРдың қызметкерлері тұрған жердің артында бағанан бері күні бойы осы жерде қарапайым адамдар келіп тұрды. Жай ғана көрермен болып қандай да бір ұран ештеме айтқан жоқ. Өз бетінше тұрған адам сияқтанған, бірақ қыза келе арасында бірдекіл сөйлеген адамдар болды, соларды бірден ұстап алып кетті. Қазір уже бұл жақ біршама тазарған сияқты. Тазарту шараларын жүргізіп жатыр ғой. Әлі де топталып тұрған адамдар бар екен бұл жақта. Біз қазір балуан шолақ сарайдың алдында сәл биіктеу жерге шығып тұрмыз. Осы жерден екі жақта бірдей шамалы көрінеді екен. Қайталап айта кетейік, бүгінгі шараға осы Мұхтар Әблязовтың тіркелмеген ұйымы, Қазақстанда экстремистік ұйым деп саналған ұйым, бүгін шілденің 6 күні митинг өтеді деп хабарланған. Ол туралы прокуратура заңсыз екендігін, заңсыз рұқсат етілмеген митингке қатысуға болмайтынды хабарлаған. Бірақ соның өзінде кейбір адамдар келіп, оларды алып кетіп жатыр қазір. Біз жаңа осы жерге келетқан кезде бір квадрат қаланың ішіндегі мынау Абай көшесі мен Байтұрсынов және Сәтпаев көшесі аралығындағы
үлкен аумақты полиция күштерінің жан-жағынан толық қоршап тұрғанын көрдік. Әр 5 метр сайын ұлттық ұланның сарбаздары қатар-қатар сап түзеп тұрғанын көрдік. Ал мына жерде полиция қызметкерлері ол жақта да өте көп. Осылай саябырсық болады. Егер жаңылмасам, сайлау күні, президент сайлау күні қарсаңында да осылай не болған. Осы жерде дәл осыған ұқсас митингі және митингін ұстау шаралары болған. Тағы да қайталап айтып кетейін. Арнайы бір ұран тастағандар, осыған байланысты бір мәлімдеме жасағандар болған жоқ. Жеке-жеке адамдар әр жерден айқай салды. Сол айқай салып, енді дауыстай бастаған кезде өте қырағы бақылап тұрған құқық қорғау органының қызметкерлері барады да екі қолынан алып, қайтадан автозаққа салып жіберіп жатыр. Бағана алғашқы ұрандатқандардың бірі сол автозаққа жақындап қалған кезде алға Қазақстан деген сияқты бір ұрандарын айтты. Енді бұны тіркелмеген, тыйым салынған ұйымның тұрақты ұрандарының бірі деп қарастыратындар бар екен. Үлкен, кіші, жас, ондай аса бір қарап жатқан жоқ. Нұргүл, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба? Көріп отырмыз, ақпаратыңызға рахмет. Алматыдағы жағдайдан байқағанымыз, дәл қазір наразылыққа келгендерден гөрі полиция көп сияқты, я? Иә, полиция көп, сосын енді бұл қазір кез келген сәтте шығып қалуға дайын тұрған қызметкерлер екені байқалып тұр, өйткені адамдар жан-жақтан кез келген сәтте келіп қалуы мүмкін. Бірде айтып кетейін, өткендегідей бұл жолында бір арнайы осы митингіге бола бір шоғырланып келе жатқан адамдар жоқ. Әр жерден бір жеке өз алдына келіп жатқан адамдар осы жерге серуендеуге, таза ауа жұтуға келіп тұрды деп жатыр. Сондай адамдар біз қазір тағы да көрсетуге тырысайық. Айтпақшы, Нұргүл, айта кетейін, қазір осы орталық стадионның жанындағы дүкендердің барлығы жабылған. Променад деген орталық бар үлкен. Ол да жабық тұр екен, біз барып көрдік. Сосын сол жақта балуан шолақ атындағы спорт кешенінің астындағы сауда орындары бәрі жабылып қалған сияқты. Өзі шерудің атауы бостандық болатын еді. Яғни бір қандай да. Асылхан, шерудің атауы өзі бостандық деп аталған еді. Жалпы осыған ұқсайтын бір ұрандар айтқандар болды ма? Сіз айттыңыз, ешқым ұран айтып жатқан жоқ деп. Дегенмен мүлдем болмады ма ешқандай ұрандатқан адамдар, қандай да бір ұран айтқандар? Бұл жерде бір нақты бір ұран болған жоқ. Жаңағыдай алға Қазақстан, сосын шалгет деп сондай бір ұрандар болды. Қандай шал екенін білмейміз оны. Басқа да бір әркім өзінің ойына келген нәрсесін, өзінің ойында жүрген нәрсесін, талаптарын айтып жатыр, бірақ оның ішінде жаңағыдай нақты бір бәріне ортақ бір ұран болған жоқ. Сосын көпшілігі егде кісілер, жасы ұсталғандардың сыртынан байқасаңыздар, жасы сол 50-ден асқан, орамал тартқан апайлармен сосын егде кісілер болды. Оларды олай сөзге қаратқан жоқ, бірден алып кетті. Мына жерде тағы бір көріп жүрек, шоғырланып айтып отыр екен адамдар. Прокуратураның өкілі сияқты біз жақындап көрсек. В соответствии с законодательством Республики Казахстан. Нарушать порядок никому не позволено. Эти действия... Тише. Дайте сказать человеку. Это нарушается тем, что проводится несанкционированный митинг. Я вам объяснил порядок, какой необходимо соблюдать для проведения митинга. Если вы хотите провести митинг, необходимо подать в установленном законом порядке
заявление и провести митинг на установленной территории. А давайте пробовали? смотрите, это же не митинг, Все, мы же кто просто подавали- гуляем, неужели нельзя? Я мы вам хотим еще- нашего Ельбасы поздравить, во-первых, его с днем рождения. Вот, пожалуйста, в камеру поздравьте. Скажите все, ура! Ельбасы, мы поздравляем его с днем рождения. Мы хотим выразить нашу благодарность, что он дал нам суверенное государство, что мы можем вправе сказать свои мысли. И мы рады, что он ушел на пенсию. И мы хотим, чтобы новая власть пришли новые люди, новыми мнениями и пожеланиями. Вот, мы хотим, молодые, свободные, энергичные. Мы хотим, чтобы у нас была демократия, как в других странах, как в Америке, как в Лондоне, чтобы мы могли открыто выражать свои мнения. Вот и для этого мы пришли сюда. Ничего такого я мы... понял. Я присоединяюсь. Преступности нет уже. Мы Я, же подождите, вот, подождите, но вы же даже сказали сделать. свою мысль. Да. Давайте я вам скажу. Во-первых, я присоединяюсь к вашим поздравлениям. Во-вторых, я хочу со всей ответственностью заявить, в Казахстане созданы все условия для свободного выражения мысли. Пожалуйста, всеми законными способами можете выражать свое мнение. Но, уважаемые граждане, проводить несанкционированные митинги – это у нас антизаконно. Поэтому я еще раз попрошу вас покинуть это место, так как в данном месте проводится несанкционированный митинг. Кто не покинет данное место, значит, будут приниматься меры в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан. А теперь мы вас услышали. Спасибо. Всё хорошо сказали. Алтай Рахимбетов. Можно я поздравлю? Каз- Можно я вместе с вами в камеру поздравлю, да, Пожалуйста. нашего президента? Алтай Нурсултан Рахимбет. Абишевич, я вас поздравляю с днем рождения. Я сюда вышла, чтобы сказать, меня зовут Асем Джонышбаева, мне 56 лет. Мой сын инвалид второй группы. 5 лет назад мою квартиру отобрал банк за то, что я дальше не могла Вы платить. знаете, подождите, ну тут же это не ваша частная история. Подождите, Давайте, пожалуйста, вы завтра, Мои документы- как будет первый Моего рабочий день, документа нету значит, ответа на мой документ. уважаемые Смотрите, Татьяна, мой мы, сын как подождите, инвалид- я Подождите, понял. сделаем так. Здесь вот Мой смотрите, сын подождите, инвалид второй подождите, группы. пожалуйста, подождите. Одно слово. Нет, Да. подождите, вы сейчас скажете. Вы сейчас представляете наше государство, наше правительство, правильно? Вы говорите, что это не санкционированный. Да. А давайте сделаем с вашего разрешения санкционированный митинг. Пусть народ, Пожалуйста. каждый выскажет свое Нет, мнение пожалуйста, и для пожелание. этого, значит, Но оформите сейчас, все. Не сейчас. Сейчас это народ будет сейчас уже антизаконно. собрал. Почему? Потому Вы же что, находитесь значит, здесь. Давайте обращайтесь в городской акимат, оформляйте Да в соответствии просто с законом все необходимые документы и проводите. Сколько здесь людей, у каждого есть частного, много очень у каждого, вопросов. значит, Нас есть никто не свои слышит. вопросы. Поэтому, И значит, не слушайте, уважаемые я не могу коллеги, получить пожалуйста, в среду, Мы подавали в среду, документы, их не принимают. в среду в 11 часов подойдите ко мне, у кого есть вопросы в Бостандыкский акимат, расположенный по улице Айманова, и я с каждым из вас буду разбираться и будем. Я не про заявки, у кого есть какие вопросы, у кого есть какие-то наболевшие вопросы, пожалуйста, ну, значит, вы подойдите в другой, в свой районный акимат, каждый, значит, может подойти к нам, и будем каждый вопрос в отдельности рассматривать. Я с вас... Вот, приходите все, я всем дал стендапқа шығып сосын ертең қазір қосады бізді сосын сол жерде айтып беріп сосын не болғанын баяндап тұрып
Құрметті көрермен, естеріңізге саламыз. Дәл қазір Азат Ньюс Алматыдағы студиясына шұғыл шығарылым жасап отыр. Бүгін Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында Қазақстан демократиялық таңдауы қозғалысы, қызметіне тыйым салынған қозғалыс митингіге шақырған. Дәл осы екі қалада өтіп жатқан митингті біз Алматыдағы сарапшымыз Ерлан Қалиевпен бағанан бері бақылап отырмыз. Құқық қорғаушы Ерлан Қалиев бүгін бізде қонақта. Ерлан мырза, айтыңызшы, жалпы митингілер қалай өтіп жатыр? Заңдық тұрғыда баға беріп өте аласыз ба? Енді бірінші мойындау керек бәрімізге. Мен митинг өтіп отқанын байқап отырған жоқпын. Мен байқағаным, мына жерде біздің азаматтар, Қазақстан азаматтарға полицияның өкілдері тыйым салып, құқықтарын таптап, мысалы Конституцияда көрсетілген 14-ші бапта, мысалы әрбір азаматтың құқығы гарантия собственной безопасности дейді ғой. Екінші құқығы Конституцияда шегелеп қойған, что бос бейбіт жүргенге болады. Мүмкін Қазақстан территория жай ғана Алматының қаласында емес, соны тапталып отырғанын байқап отырмын. Ал енді жаңа прокурордың өкілі сөзін еткені, что мына сендердің жиналғандарын митингке заңсыз деп, митингтегі не? Енді қолдарында бір байқадыңыз ба, бір плакат болған, сөйлегендерін болған. Олар қазір қарап отырсаңыз, мына екі заң бұзушылық. Бірінші адамдардың құқықтарын тапталып отырған, екіншіден полицияның өкілдерінің заңсыз әрекет жасап отырғандары дәлел ретінде айтайын. Түбінде мақсаты, әрбір құқық органының мақсаты правоохранительный болғаннан азаматтардың құқықтарын қорғау. Содан кейін тәртіп қорғау. Сіз енді жаңа ұстап отырған азаматтардың олар тәртіп бұзушылықты байқадыңдар ма? Олар немене біреумен төбелесті ме? Не болмаса көшені біреуге жабысты ма? Наоборот, Астанада байқасаңыз бар ғой, қанша сіздердің журналистерге бөгет жасаған, маска киіп алған, оған мына құқық полиция бірінші реакция жасау болады. Оған нетпеген мына бүгінгі оқиға полицияның сапасы жоқ екен, жеке меншік саяси биліктің абдан астынан қалғандарының дәлел ретінде көрініп тұр. Мынау масқара нәрсе, ұят нәрсе. Біздің тілшілерімізге Нұр-Сұлтан қаласында кедергі жасап жатқан, бетін тұмшалаған азаматтар полицияны қорғап жүрген сияқты көрінді. Сізге олай көрінбеді ме? Маған солай көрінді. Өйткені үнемі полицияның жанында. Олар тіпті полицияны қорғап отырған жоқ. Олар бүгінгі мына саяси билікті неге десеңіз, әрбір қылмыскер енді ол белгілі маңызды нәрсе. Неден қорқады? Ана оның қылмыс әрекеттері станет известными, да, публике. Сол секілді жарияланып қалады. Сол секілді сендерге, мына журналистерге бөгет жасап отырғаны, сол олардың жасаған заңсыз әрекеттері дүние жүзінде таралмасын деген сол. И осыны көріп тұрып, тағы да мына полицияның өкілдеріне ескерне салайын. Сіз білесіздер ме, ана уголовный кодексте бап бар. Воспрепятствование законной деятельности профессиональной деятельности журналистов, да, привлекается к уголовной ответственности. Бірақ Татьяна Майлабаева замы қанша мына шырылдап журналисті, азаттың журналисті камера стативтің бұзған несін, ол нақты қылмыс қой, нақты қылмыс әрекеті, соны бәрін түкнетпей. Ал енді бос жай азаматтар, қарапайым азаматтар жүргенге тыйым салып, мал дәстүр неткеніне тіпті ол басқа сыймайтын нәрсе. Мынау нағыз қылмыс, нағыз заң бұзушылық осы деп білемін. Алматыдағы бүгінгі митингке шықпаса жай өтіп жатқан адамдарды ұстады. Бірақ сол өтіп жатқан адамдардан да, шеруге шықтық деген адамдардан да полиция көп сияқты көрінді. Бұл немен байланыстырасыз? Полиция мен жаңағы арнайы киім киген собор қызметкерлер дейміз ба? Ол енді біз бір нәрсемен шатастырмайық. Енді өздеріңіз айтып отырсыз, мысалы запрещенный шақырды, нетті деген, ол шақырып, оның орнына басқа біреу шақырған, мәселе неде емес. Нақты егерде ол шақырса митингке шақырды. Егерде біз осыны мына митингті көрген өзінде, адам, тағы да сізге айтайын, шегелейін. Біздің, мынадыр айтады, сендердікі заңсыз деп немен дәлелдейді? 32-ші бапта Конституцияда нақты шегеленіп көрсетілген, қай мерзім, қай уақытында адамның құқығы бейбіт шеруге шыққанға тыйым салынатын ретінде. Ол егерде мемлекетті қауіп әкелсе, басқа азаматтарға қауіп әкелсе, егерде беспорядка дейміз ғой, сол кезде ғана. Ал енді бүгінгі күнде олардың дәлелдері айтады, сендердікі заңсыз екен, сендердің бір ғана акшіліктен сендерде рұқсат жоқ. Ол Конституция ата заңның бабымызда көрсетілген бе ондай? Прокуратура 2 күн бұрын тағы да мәлімдеме жасады. Әдетте осындай ағайындар енді кішкене шашал деген заң бар, басал деген заң жоқ қой, мысалы. Қай заңда көрсетіп бердіңіз? Что ата бабаның заңында 32-ші бабында әкімшілік рұқсат бермеді деген солардың заңсыз деп саналатында дәлелі бар ма? Екіншіден, тағы да еске салайын. Біздің тәуелсіз мемлекетіміз
тәуелсіз алғанына 30 жыл болды. Сол 30 жылдың ішінде талай халықаралық шарттарға қол қойды. Оған қол қойған себебін ретінде мойындады, что ол тәртіпті, осыны мен келісемін, оны мойындаймын деген секілді. Сонда бізде международный пакт о гражданских правах и политических деген сондай біздің шарт ратификациядан өткен. Ол біздің заңның несі. И оған қарағанда 4-ші бапта, Конституция ата заңның 4-ші бабында көрсетілген әрбір халықаралық шарт, егер де ратификациядан өтсе, соның нормалары әрбір Қазақстан заңынан жоғары болады. Неге соған сүйенбейсіңдер? Бұл рұқсат етілмеген митингтер деп жатырмыз ғой, бірақ осы билік жақын арадан бастап бірнеше рұқсат етілген митингтер өткізуге рұқсат беріп жатыр. Митинг өткізуге рұқсат беріп жатыр, яғни. Сіз осының біреуіне қатысып көрдіңіз, қателеспесем, қалай өтті, жалпы неге билік рұқсат беріп жатыр деп ойлайсыз митингілерге? Енді ол аяқ астынан 30 күні тек қана Ильяшевтің тобына емес, тағы да Астанада 1-2 топқа беріпті. Иә, бір күнде 3 митинг өтті рұқсат. Олардың енді белгілі бүгінгі заман мына адамның кішкене парс пускать етеміз ба. Но бірақ та оған да біз қуанып отырмыз. Неге десеңіз, осы рұқсатты пайдаланып, біздің мақсатымыз билікке де басқа біреуге болса да көрсету болды. Нәтиже, что біз азаматтар, олар бүгін бәрін сендер заңсыз шығып отырсыңдар деп неден не отыр? Что сонымен азаматтың сана сезімдерін төмендетпекші. Сендер малсыңдар, сендер мынау әрбір келе жатқан азаматтардың потенциальный қылмыскер деп санайды. Сонда біз көрсеттік, 30 күн Алматыда көрсеттік, біз Құдайға шүкір сана сезіміміз де жоғары, саяси мәдениетіміз де бар екен деген секілді. Қазірдің өзі мына кісілерді, кімнің сайды, өз тәуелсіз мемлекетте құқық қорғау органдар, тіпті сылтаман етпе, сен жүріп жатсың, мына жерге жүрмедіп, малда сұраған сол мәдениетін бүгін сана сезім биліктің көрсетіп отыр ма? Және бір сұрақ қоятын нәрсе, мына рұқсат етілген митингілерде, әсіресе Нұр Отан өткізіп жатқан митингілерде, билік партиясы дейміз, бас партиясы дейміз Қазақстанның, осындай митингілерде көбінесе арандатушыларға жол жоқ деп Әбіләзовтың аты жиі аталады. Ал бізде заң жүзінде бұл ұйымға, бұл қозғалысқа тыйым салынған, экстремистік деп танылып, бұл бір оларға жарнама сияқты көрінбей ма сіздіңше? Өйткені бірнеше рет аты аталады, мінберден аталады. Мен қысқаша айтып кетейін, мына тағы да бір ондай ұрандатып айтылады. Сөзді тастайық, мына рұқсат берген дегенде. Неге десеңіз, мына бейбіт шеруге шығу, сөз айтуға, ол адамның ең маңызды құқығы. Ол құқық сізге айтайын, адамды, азаматты малдан айырмастырған. Неге десеңіз, малдың тілі болмағаннан кейін, олай не болмаған, ақылы болмағаннан кейін олай қосыла алмайды. Сол себеппен енді мен өзімді пікірімді жеткізу, не болса бейбіт митинг шығу, ол рұқсат сұрау деген, ол мынау бүгінгі мына дәрежеміз, как будто біз Қазақстан азаматы малдың қатарына неткен секілді. Ал енді бүгінгі митингді өткізген Нұр Отан митингі болсын, Тетушка туралы айтқаным, мен сізге бір байқағаным, ана жолы 30 күні қауіп өтіз үшін мен жауап бердім, бақылаушы ретінде. Сонда бір байқағаным, қандай не болса, ондан әкімшіліктің өкілдеріне айттым, полиция жағынан сендер, әсіресе менің нетіп отырғаны, өкінішті орай, билік жағынан провокация болмасын деп. И соның өзінде байқасам, бір 10-15 бізге ғана емес, Астанада да азаматтар өткізген митингде бір 15 бір качок жігіттерді жіберіп, ортадарына енді полицияда да кіргізбесе де, ортадан маска киген жағынан нетіп отырған неше түрлі азаматтар жүрді. Сондай заманға келіп отырмыз, мына Тетушка деген, қазір өкінішті біздің тәуелсіз мемлекетімізде өз биліктен қорқатын болдық, өз биліктің өкілдерден қорқатын болдық. Не масқара, не сұмдық мынау? Рахмет, Ерлан мырза, біз ары қарай митингтерді бақылауды жалғастырсақ, әрине уақытыңыз тығыз болмаса, ары қарай сұхбатымызды жалғастырамыз. Дәл қазір біз алматылық тілшіміз Асылхан Мамашұлын тікелей эфирге тағы да бір қосып көрсек, оқиға орнында қандай ақпаратпен бөлісе алады екен өзінен сұрап білейік. Техникалық мүмкін болса. Өкінішке орай дәл қазір техникалық мүмкіндігіміз жоқ екен. Өздеріңіз білесіздер, дәл қазір Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларында өзін биліктің оппоненті санайтын, Қазақстанда экстремистік деп танылып қызметіне тыйым салынған Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының жетекшісі Мұхтар Әбіләзов митингіге шақырған болатын, бостандық деп аталатын митингіге. Одан бөлек бүгін Қарағанды облысындағы Шұбаркөл көмір кеншілері наразылыққа шықты. Осы аймақтағы тілшіміздің хабарлауынша бүгін мұнда жұмыс тоқтаған,
Әуелі наразылар саны 300 болып, кейін тағы бірнеше карьер жұмысшылары да шеруге қосылған. Олар компания президентімен кездесуді талап еткен еді. Дәл қазір әріптестерім мүмкін болса осы видеоны көрсетсе назарларыңызға ұсынсақ. Жалпы кеншілер наразылыққа 32 жастағы кеншінің өлімі себеп болған. Жұмысшылардың айтуынша ол өз-өзіне қол жұмсаған. 5-ші шілдеде жұмысшылар марқұмның сүйегін ауылынан тауып алған. Шеруге шыққандар әріптестерінің өзін өлімге қиюын компания басшылығының қысымынан көреді. Жиналғандар бірнеше адамның қызметтен кетуін талап етті. Бұған қоса жұмысшылардың өндірісте қаза табу оқиғаларын толық әрі объективті зерттеуді, қайтыс болған адамның отбасына материалдық көмек көрсетуді, жұмыс тоқтатқан азаматтарға қысым жасамауды талап етті. Жұмысшылармен кездесуге келген компания президенті айтылған мәселелерді зерттеуге уәде берген. Кездесуге бір полиция қатысқан. Шұбаркөл көмір кеніші Қарағандыдан 500 шақырым жерде орналасқан. Ол елдегі көмір өндіретін ірі кәсіпорындардың бірі, әрі Еуразия ресурстарының тобына кіреді. Соңғы ақпарат бойынша бұл аймақта қазір жұмыс жалғасып жатыр. Және де наразылар да жұмысқа шыққан, ал наразылардың талабы бойынша жұмыс тобы құрылған. Тағы да естеріңізге сала кетейік, Азат Ньюс Алматы студиясынан шұғыл шығарылымын жалғастырады. Бізде студияда қонақта құқық қорғаушы Ерлан Қалиев. Біз екі қаладағы митингтердің өтуі барысын талқылап отырмыз. Жаңа бірнеше үзіндіні көріп үлгердік. Олардың ішінде көрермендеріміз, енді ғана қатарға қосылған көрермендер болса айта кетейін, әсіресе Нұр-Сұлтан қаласында әсіресе азаттық тілшілеріне қысым жасаған, бетперде киген, қолдарына қолшатыр ұстап, біздің камераның бетін көлегейлеген бірнеше азамат кездесті. Бұлардың барлығын полиция куә болғанымен ешқандай шара қолданған жоқ. Біздің тілшіміз оны айтып та көрсетіп те тұрды. Өздері де көріп тұрды. Дегенмен бізге полицияны қорғаштап жүргендей көрінді. Тілшілерге кедергі келтіріп, керісінше полицияның қорғаштап жүргендей көрінді. Ал Алматыда шеруге шықтық дегендер мүлде болған жоқ, ұрандатқан ешкім болған жоқ. Бірақ митингі өтеді деп жоспарланған аймақта полиция мен құқық қорғау қызметкерлері өте көп болды. Дәл қазір енді жаңа айтқандай, әріптесім Асылхан Мамашұлы Алматыдағы шеру белгіленген оқиға орнынан тікелей эфирге қосуға дайын тұр. Мүмкіндік болса қосылып көрсек. Асылхан, мен сізді естіп тұрмын. Алло, Газеге. Осылай өлейін ба? Құрметті көрермендер, қазір біз стадионның алдында Абай көшесінің бойында тұрмыз. Мына жерде митингілетіп, шерулетіп келдік деген адамдарды қазір бір жерге жинала бастады. Мына ұстаулар әлі жалғасып жатыр. Бағанан бері осындай біртіндеп адамдарды ұстап әкетіп жатыр. Міне дәл осы жерде екі адам автозакты күтіп тұр қазір. Осыны салу керек. Міне. Дерьмец заебал. Заебал. Я сам зайду. Что, зайдешь? Не толкай! Заебать!
жақтан тағы біреуіне кетіп тұрады. Өзіммен өзім жүрген адам деп атқан адам машинамен жүрмін дейді, онда салып әкелді. Мынау қазір Абай көшесінің бойы. Тек мына жолаушылар автобус жүріп жатыр. Басқа жеке көліктер мына тоқтатылған. Шамамен осыдан 2 сағат бұрын басталған осындай ұстаулар. Бас аяғын қосқанда менің шамамша бір 70 шақты адамды алып кеткен сияқты осылай. Бірнеше автозак толтырып салды. Onu atapsızlarga koysunlar şimdi. Oturmayın, siber beni. Siber. Yanlış bir için yok, siber beni. Siber, ya oğlum siber. Onu da geçerli bir adam. Aman gel. Міне, осылай кезек-кезегімен рет-ретмен сағатыр, айындасында саябырлап қалады. Саған мына жерде көп адам шоғырланып тұр ғой. Осындай арасынан бірін шығып, ұрандап сөйлей бастаса, сол сәтте бірден аяқ қолымызды ұстап детектив бар автозакқа салады. Қазір так көрейік, жақындадық. Его организаторы и участники несут ответственность в соответствии действующим законодательством. Құрметті ағайындар, босатсаңыздар, мынау заңсыз шара болып табылады. Түсінікті ғой сіздерге. Қанша айтуға болады? Заң бойынша керек болса, барлық заңнамада бар көрсетілген. Мынау рұқсат етілмеген іс-шара. Тараңыздар. Сіз кім боласыз, а? Мен осы Алмалы ауданының әкімі Торғаев Бекқали. Іс-шара заңсыз, рұқсат етілмеген ағайындар. Тарауларыңызды сұраймын. Бағана осыдан бір жарты сағат бұрын Бостандық ауданының әкімі деп келген адамды осылай сөйлеп, халықты тарауға шақырған болатын. Яғни Алматы қаласының ішіндегі аудандардың әкімдері келіп жатыр осы жерге.
Вот тут такая толпа лезет. Құрметті көрермендер, естеріңізге саламыз, Азат Ньюс Алматы студиясынан шұғыл шығарылымды назарларыңызға ұсынып отыр. Дәл қазір біз Нұр-Сұлтан мен Алматыда Қазақстанда қызметіне тыйым салынған Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысының жетекшісі, қуғындағы экс-банкир шақырған шерудің қалай өтіп жатқанын бақылап отырмыз. Біз бұған дейін студиямыздағы қонағымызбен құқық қорғаушы Ерлан Қалиевпен митингтің өту барысын, заңдық тұрғыдағы бағасын берген болатын. Рұқсат етілген митингтер туралы айтып жатқан едік осы Алматыдағы тікелей эфирдің қосылымына дейін. Дәл қазір сол бүгін түске дейін Алматыда рұқсат етілген Нұр Отан партиясының митингі өткен еді. Сол митингтің қалай өткенін дәл қазір көріп алсақ. Сен қазақсың, бір құдайдың құлысың. Адам қадам, құл болғаны құрысын. Нұр Отанда 8 жыл бойы жұмыс істеп. Арандатушылар деген кім? Оны өздері жақсы білесіздер. Спасибо. Так вот, в первую очередь фронтовики. Құдайға шүкір, қазір мінекей сол тұғырнамадағы көрсетілген міндеттер. Қай ақын болсын, қай қаламгер болсын. Алаш суы астында күн сөндіруші сөндейміз. Расында біз ана тілімізді қадірлеген елміз. Құрметті көрермен, біз аймақтардағы және Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларындағы тілшілерімізбен тікелей байланысқа қосылу мүмкіндігі өкінішке орай дәл қазір мүмкін болмай тұр. Өйткені Қазақстанда интернет жұмысы баяу. Жалпы біздің байқайтынымыз соңғы кездері осындай шерулер болған кезде интернет жұмысы баяулайды, немесе блокталады, сойма. Ерлан мырза, жалпы осы тұрғыдан да айта өтсекші, өйткені бұл әлемдік ақпарат құралдарында да ылғи жазылатын тақырыптың біріне айналды. Жалпы осыған қандай баға беруге болады? Осындай жиындар кезінде, я болмаса бір қандай да бір оқиға болған кезде бірденен интернет блокталады. Ол бірінші бүгінгі саяси билік өзі қызметтерін аса пайдаланудың дәлелі. Екіншіден, мына құр өшіре салу рубильник емес, олардың қолдарынан емес, қанша убыток жасап отырған, ақпараттарда болды ғой, бір сағаты бәленбай миллион теңге екен деп. Соны мынау қалай айтсақ, сасқан үйрек дейді ғой, артымен малтет деген соның нәтижесі ғана деп айтпесе, егерде бір жағынан өзін қолының түк азаматтармен сөйлесе алмаған, өзін есін етпеген көрсеткіші әбден шірік болған, былай екі сөзбен айтқанда өзін шірігін көрсетіп, өкінішті дәлелі. Біз жаңа ғана Шымкенттегі тілшіміз хабарлаған болатын, 30-40 шақты адамды қаладағы Әл-Фараби алаңынан ұстап кеткенін, полицияның ұстаған. Одан бөлек Алматы мен Астана, Нұр-Сұлтан қалаларында да ұстаулар болып жатқан еді. Біздің тілшілеріміз оқиға орнында әліге дейін жүр, бірақ дәл қазір тікелей эфирге қосылып өздерінен қандай да бір ақпаратты сұрап білу мүмкін болмай тұр. Әзірге мұндай мүмкіндік пайда болғанша, мүмкін интернет жұмысын тоқтатуы да мүмкін. Дәл қазір біз студиямыздағы сұхбатымызды жалғастыра берсек. Ерлан мырза, қазір мынау митингілер халықтың арасында шерулердің жиілеп кеткенін халықтың өзі айтып жатыр. Рұқсат етілгені бар, етілмегені бар. Сіз енді рұқсат етілмеген деген сөзге қатты былай заңдық тұрғыдан баға беріп отырсыз. Осындай митингілерде халықтың, шерушілердің талаптары туралы айта аласыз ба? Саясиланған талаптар болып жатыр деп сарапшылар жазып жатыр. Талаптарына қатысты не айтар едіңіз осындай митингілерге? Енді өкінішті шынымен мына 30 жылдың тәуелсіздігін тағы да айтайын, осы бүгін бір ғана саяси билікте отыр ғой, саяси топ.
өте көп проблема, мәселелер өте көп. Ол жыл сайын как снежный ком деген нетіп отыр. Но бірақ та осына мәселені тудырған тамыры неде? Тамыры бүгін монопольное право билікке, айтады ғой, бастың ауызы қисық болса да ол сөйлесін деген заманға келіп отырмыз. И назарлы пулингдер, мысалы 3 митингті көрсетейік. Біз ойлайтымыз, біздің тобымыз ойлаймыз, құқық қорғаушы мына мәселенің бәрін тудырғызған неге адамның құқығы жоқ деген сөз. Сол адам билікті Конституция 2-3 бабында көрсетілген. Біздің мемлекетімізде, тәуелсіз мемлекетімізде қарапайым халық источник власти. Ол таза жазылса да фактически ол жоқ. И неге десеңіз, біздің өткен митингте біз талап қойғанымыз реформа, бізге саяси реформа ауадай қажет. Мынау түбінде бүгінгі мына төңкеріс, бүгінгі осындай оқиғалар ол жақсылыққа келмейді. Бүгін мына биліктің әрекеттері, полицияның әрекеттері одан сайын қарапайым адамды мындап назарлықты білдірушіні көбейтеді. Мынау ондай нәрсе мына өкінішті. И мына оқиғаның бүгінгі ең тамыры осылай полицияның жағынан болсын, не болса адамның құқығын сыйламай таптап өтіргені, ол адамды өз елімізде біз бөлініп кеттік. Биліктің несі қисық аузы болса да оныкі сөзі дұрыс, қарапайым несі оныкі дұрыс емес деген ол жақсылыққа келмейді деп ойлаймын. Пока сол себептен өте маңызды бүгінгі күні мына саяси реформа өткізілді. Ал енді әлеуметтік мәселелердің оның тәуелсіз мемлекеттерде басқа мемлекет қарауысы ол парламентте шешіледі. Парламент ол депутат, маслихаттың депутаттың бастап парламент депутаттың олардың бірінші міндеттері. Ал енді неге ол бүгінгі осылай көбейіп отырған, неге осылай мәселелер шешілмегені, ол не көрсетеді? Қарасаңыз, сол маслихатты қай топтың өкілдері отыр? Нұраттан биліктің топтары отыр. Парламентте халық таңдау керек болса. Оны тағы да немен көрсетті. Халықтың таңдауы даже таңдай алмаймыз. Ана жылы өткен сайлау көрсетті ғой қалай. Қаншама ең өкінішті тағы да айтайын, мына фальсификация жасаған қарапайым қолынан келген жоқ ол. Басқа топтардан келген жоқ ол. Нақты фальсификация осыны нетіп отырғаны, ұйымдастырып отырғаны биліктің өкілдері. И осы ұялмай қызармай осы биліктің өкілдері бізге еще айтады, сендер заң бұзғансыңдар деген секілді. Мынау қызық нәрсе. Не күлетінін білмейсің, не жылайтынын білмейсің. Құрметті көрермен, бүгін аймақтарда және Алматы, Нұр-Сұлтан қалаларында өтіп жатқан шеруден бөлек Қазақстанда Астана күні мерекесі тойланды. Бүгін түске дейін осы мерекені астаналықтар атап өткен болатын. Біздің тілшілеріміз қалай болған бақылап, бізге арнайы материал дайындаған еді. Дәл қазір соны көріп алсақ. Қазағымсың әні орындайтын Алия Закриянова. Құрметті азаттық көрермендері, біз сіздерден кешірім сұраймыз. Дегенмен оқиға болып жатқан, яғни шеру жоспарланған жерлерде интернет жұмысының баяулығына байланысты, интернеттің мүлдем жұмыс істемеуіне байланысты біздің оқиға орнында жүрген тілшілеріміз бізбен байланысып, тікелей эфирде өздеріңізге ақпарат ұсынуға мүмкін болмады. Біз бүгін бір сағаттан көп Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларындағы шеруге шыққандардың, олардың ұстауларын, жалпы осы күнгі оқиғаларды барынша назарларыңызға ұсынуға тырыстық. Бұдан
өзге де бар ақпаратты біздің тілшілеріміз интернет жұмысы баяу болғандықтан сайтымызға және әлеуметтік желілердегі парақшаларымызға біз арнайы дайындап қоятын боламыз. Бізден ақпарат күтіңіздер. Ерлан мырза, бүгін келіп бізге 1 сағаттан көп уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет айтамыз. Азаттық көрермендер, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Азаттық хабарларын қалта телефоныңыздан оңай оқу үшін қосымшамызды жаңартып қойдық. Әуел өзіңізге ыңғайлы тілді таңдап алыңыз. Қазақ тілін таңдаған соң сол жаңа қосымшамыздан Қазақстандағы және әлемдегі маңызды жаңалықтарды оқуға болады. Күннің басты тақырыптарын қамтитын видео